Сәлем достар, мынандай әдемі барқыт гүлін жасайтын боламыз. Қош келдіңіздер менің каналыма. Ал кеттік, бастаймыз. Алдымен бізге әрине қайшы және сәбіз түсті және жасыл түсті қажет болады бізге. Үлпілдек сымнан гүл жасайтын боламыз. Мінекей мынандай әдемі барқыт гүлін жасаймыз және ортасына мұртын қоятын боламыз. Мінекей осы екеуінен жасаймыз. Алдымен бірінші бір сабағын алып сіздерге көрсетемін. Осыны бүктеп және бүктеген жерін қайшымен қырқамыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Енді біріншісін қоямыз, екіншісін тағы да бүктеп, оны да қырқатын боламыз. Енді бергі жағын алып, тура ортасынан болмаса да, сәл кішкене 2-3 см ортасынан сәл жыртып алатын боламыз. Өйткені бізге бір жағы ұзын, бір жағы қысқа қажет болады. Мінекей екеуін үстіп қолымызбен бұрап алдық және ұзын жағын үстіне, асты жағын қысқасын, мінекей қараңыздар, ортасына жіберіп қолымызбен қайырып аламыз. Сонда гүлдің кішкене шет-шетіндегі гүлдің жапырақтары шығады. Енді тағы да көрсетемін сіздерге, кішкене мұқият қарап отырыңыздар. Алдымен ортасын қырқып аламыз және екінші жағында тағы да ортасынан қырқамыз. Дәлме-дәл ортасынан алмай, сәл 3-4 см қылып алып, жаңағы екі қырыққан үлпілдек сымымызды бұрадық. Енді кішкене жағын ұзын жағына қайырып, қолымызбен бұраймыз. Осыдан бізге негізі 10 шақты дана қажет. Мінекей 2 данасын көрсетіп жатырмын. Енді сіздерге 8 данасын дайындап қойдым. Мінекей қараңыздар. Бесеу және мына жақта бесеу. Ортасына мұртын қоятын боламыз. Мұртын 5, 6, 7, 8 дана болса, бізге бір-біріне біріктіретін боламыз. Бір мұртын алып, ортасына байлап қоямыз. Сонда екі жақтындағы мұрты бір-біріне көбірек көрінетін болады. Ортасына қыстырып қоятын боламыз. Гүлдердің ортасында тұрады. Екіншісінде үстіп бұрап байлап қоямыз. Енді екі жасылды алдық, дайындап қойдық. Енді гүліміздің бір-біріне біріктіріп, жаңағы мұртын ортасына салатын боламыз. Және қалғанын қойып, жаңағы жасыл үлпілдек сымды артына бұрайтын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар, өте оңай. Қараңыздар, үстіп бұрап жібересіздер. Және енді бір данасын алып, қалғанын қайшымен қырқып тастаймыз артығын. Енді біреуін осы жасыл үлпілдегі жіпті, сымды демекші, сымды қоршап шығатын боламыз. Бізде екінші гүл дайын болды. Енді үшінші гүлде сіздерге қазір көрсетемін. Мінекей екінші, үшіншісін және ортасына мұртын қосып жібердік. Енді жасыл үлпілдек сымды алып, артынан ораймыз. Өте оңай. Қараңыздар, қазіргі хит болып атқан осындай үлпілдек сым хит болып атыр. Өздеріңіз ойлағандай гүл, қандай гүл істеймін десеңіздер де, неше түрлі гүл шығады осындай. Әдемі, дайын, қазіргі заманға сай, неше түрлі мұнайдан неше түрлі заттар шығарып жатыр. Үшінші гүлімізде дайын болды. Шет-шетін жөндеп, кішкене бүгіп, шет-шетін қайырып алдық. Мінекей дайын болды. Үшеуі де. Енді бұларды кішкене сабағына кіргізетін боламыз. Мінекей 3 сабақты дайындап қойдым. Осыларды жаңа
гүлдерге кигізіп қоятын боламыз. Мінекей. Әртүрлі үлкен мекемелердің алдарында осындай гүлдер көп өседі. Өйткені бұл гүлдер шыдамды, өте жаңағы суға да бәріне шыдамды гүл десе де болады. Барқыт гүлі деп аталады бұл гүл. Мінекей, баға беріп кетіңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Аяғына дейін көргендеріңізге алдын ала рахмет.